Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қазақстан күрес федерациясының ресми YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазақстан кубогының екінші күні аяқталды. Біз бүгін толықтай грек-рим күресінен ел кубогының жеңімпаздарын анықтадық. Дәл қазір менің жанымда Асхат Дулмухамедов, кезінде ұлттық құрама сапында өнер көрсеткен спортшы, Азия чемпионы, әлем чемпионаттарының қатысушысы. Бүгінгі күнде ұлттық құраманың бапкер консультанты. Бүгін сізбен дәл осы грек-рим күрес шеберлерінің өнерін тамашалайық. Бізге сіздің бір эксперт, аналитикалық ойыңыз қажет. Жалпы дәл осы кубокта өзіңіз толықтай қарап шықтыңыз, белдесулерді қалай қорытындыладыңыз? Сіз үшін бір жаңа бір есімдер пайда болды ма? Кім таңғалдырды, кім керісінше мүмкін үмітті ақтай алмаған шығар, сіз артып отырған, ойлап отырған деген сияқты. Ассалаумағалейкум баршаңызға, спортсүйер қауым. Осы сәтті пайдаланып отырып, біздің спорт туризм министрімізға Ербол Қуантайұлына ұлына және біздің федерацияның басшысына Еркін Қадырғалиұлына және осы деңгейі жоғары өткен жарыста өзіңіз көргендей әлем деңгейде кем емес, осы Алматы федерацияның Омар Алиевке алғысым айтқым келеді. Енді грек-рим күресінен ел кубогымыздың өз мәресіне жетті. Өздерін көргендей, біздің әр салмағымызда 4-5 мықты лидерлар пайда болды. Ол не айтады? Ол конкуренция. Конкуренцияның арқасында біздің спортымыз, деңгейіміз өсе бастайды. Әттеген-ай деген нәрсе бар да. Сол әттеген-айға тоқталайық. Сол үшін біз осы құрамаға келіп, осыны түзетуге ат салсамыз. Маған жалпылай емес, маған сіздің нақты бір есімдерді атағаныңыз керек. Бәлкім бір факттерді келтіріңіз. Жалпы қарадыңыз, кім бұлай бірден есте қалған деген сияқты. Сол жайлы айтсаңыз, салмақтар бойынша тоқтап кетуге болады. Енді біздің лидерімізге айтып өтім ғой қазғана. Әр салмақта 4-5 мықты палуандар шығып жатыр, жаңа есімдер шығып жатыр, жастарымыз өсіп жатыр. 87 килограмм салмақта Қостанай палуаны Тимур Оспанов өте қатты ұнады. 2 жыл қатар финалға шығып отыр. 2 жыл қатар финалға шығып отыр, және біздің лидерімізді ұтып жатыр. Оған әлем чемпионына, Азия чемпионына қарамастан сол әрине қуантады. Енді сол жігіт, мысалы Тимур Оспанов жайлы айтатын болса, Қостанайлық палуан, ол жігітке енді финалда не жетпей жатыр, қалай ойлайсыз? Финалға дейін тап-тұйық енді жас палуан ғой, өзіңіз айтып жатсыз. Оған енді кішкене тәжірибе керек. Физикалық түрде бүкіл біздің құрама командамызға негізі физика тұрды дайындығымызды күшейту керек. Сол бағытта қандай жұмыс жасап жатсыз, егер физикалық мүмкіншіліктерін арттыру керек болса? Енді грек-рим күресінен білесіз, енді бізде енді белден жоғары, оған қатты физика керек. Соған әлі әттен жұмыс істеліп жатыр. Әр нәрсенің өзінің уақыты, орны болады деген сияқты да. Соған енді бар күшімізді саламыз. Техникалық жағдай бәрі жақсы, бірақ функционалны физикалық түрде кішкене күшейтеміз деген. Енді көңіліңізден шыққан бір балуан бар ма? Вау, осы мынау деген енді сұмдық екен деген бір белдесуін көрген кезде. Кәдімгі бір жадыңызда сақталып қалған осы 10 салмақта міндетті түрде чемпион емес. Жалпы бір белдесуі ұнаған. 55 килограмм дәрежедегі 19 жасар жас балуанымыз Мұсан Ерасыл өте қатты ұнады, және 87 килограмм салмақта 2-ші орын алған Тимур Оспанов. Енді олимпиадалық салмақтар жайлы жалпы алда бізде Азия ойындары тұр. Бұл тіпті біз үшін қазір әлем чемпионатынан да жоғары болып есептеледі. Жалпы қай жігіттер Азия ойындарында алтын медальдан дәмелі қазірдің өзінде, өзіңіз қалай ойлайсыз? Енді ол үшін бізде тағы осы іріктеудің бір кезеңі деп айтты бас бапкеріміз Қонысбек Каримович. Енді ары қарай бір халықаралық жарыстарда көретін боламыз. Сол бір сапымыз белгілі болған кезде, ол кезде айтуға болады. Онда лидерлерге тоқтап кетейік. Айдос Сұлтанғали мен Демеу Жадыраев, енді қатты айтсам кешірерсіз, бірақ мына жерде бір қарсылас көрмегендей болып сезілді. Кәдімгідей енді толықтай өте шықты қарсыластарына. Солар жайлы өз пікіріңізді айтсаңыз. Өзім құрама командада болған бірге күрескен палуандар, тәжірибелі мол, олимпиаданы көріп саған, әлем чемпионаты, Азия ойындарында әрине тәжірибелі мықты, және өзінің деңгейін жақсы бабында келген көрінді. Физикалық түрде өте мықты болып тұрды. Енді біздің мақсатымыз енді Қазақстан кубогы емес қой. Азия ойындары, әлем чемпионаты, олимпиада ойындары.
соған енді тағы да жұмыс істеу керек әлде де. Енді бапкер консультант ретінде енді жылдың соңына дейін өзіңіздің бір қойған жоспар планыңыз бар шығар, сол жайлы айтсаңыз. Енді ол пландарымыз бапкердің жетістігі ретінде. Ертең үлкен салмақтармен 97-130 кг салмақтармен ертең Хорватия еліне аттанатын болатын. Біздің бас бапкеріміз сұрағаннан кейін сол жақта үлкен салмақтармен жұмыс істеймін. Мына жерде жас кішкентай салмақтар 87-тен төмен. Алматау деген бізде Шымкенттің төңірінде үлкен базымыз бар ғой. Сол жақта жұмыс атқаратын болады. Соны енді бас бапкермен пландармен қарап, ол жайлы енді бас бапкер дұрыстау нақтау айтатын шығар. Сіз қазір сонда ауыр салмақтарға көп ден қойып отырсыз, ауыр салмақтармен жұмыс істейтін боласыз. Ауыр салмақтармен. Осымен қорытындылауға болатын шығар. Грек-рим күресі осымен тәмам. Ертең арғы күні біз әйелдер күресінің белдесулерін тамашалаймыз. Біздің YouTube арнаға тіркеліп отырыңыздар, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Күрес төңірегінде әңгіме құруға, пікір жазуға сіздерді шақырамын. Сау болыңыздар.